Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздерге тез әрі оңай жасалатын таңғы жасайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керегі 3 жұмыртқа, тұз және сүт керек болады. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаның ағысы мен сарысын бөліп алатын боламыз. Жұмыртқамызды екіге бөліп болғаннан кейін жұмыртқаның сарысына шым-шым тұз салып, шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін құттай сүт құйып, тағы да араластырып аламыз. Бізде жұмыртқаның сарысы дайын болды. Енді жұмыртқаның ағуызына шым-шым тұз салып, жақсылап миксерлеп, көпіртіп алатын боламыз. Ыдысымызға ағуызды салмастан бұрын ыдысымыз құрғақ әрі таза болу қажет. Сонда ғана біздің жұмыртқаның ағуызы жақсы көтерілетін болады. Ағуызымыз жақсылап көпірді. Осындай видеодағыдай болу қажет. Қызып тұрған табамызға майды құйып, жұмыртқаның сарысын құйып, жан-жағына айналдырып шығатын боламыз. Жұмыртқаның сарысы піспей тұрып, тездетіп ағуызды салатын боламыз. Жан-жағына жайып, әдемілеп 5 минутқа бетін жауып пісіріп алатын боламыз. Біздің таңғы пісті. Енді осыны әдемілеп ыдысымызға салып қоямыз. Біздің тез дайындалатын әрі оңай тойымды таңғы асымыз дайын болды. Сіздермен болған Манар. Егер де видеом ұнаса лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.